Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге тәтті бәліштің, яғни кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет сары май, ұн, жұмыртқа, сгущенка, қопсытқыш және жаңғақ. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, ақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Осындай видеодағыдай болу керек. Содан соң ертілген сары майымызды саламыз, сгущенкамызды саламыз және де тағы да миксерлеп араластырып аламыз. Алдын ала ұнды илектен өткізіп алдым. Қопсытқышты салып, екеуін араластырып, сұйық массамызға ұнымызды салып, жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Қалпымызды міндетті түрде майлап аламыз. Содан соң дайын болған массамызды бір келкі етіп, құйып орналастырып шығамыз. Бәлішке қалауыңызша жаңғақ немесе кептірілген жемістер салсаңыз болады, бірақ ол міндетті емес. Енді 180 градус қызып тұрған пеште бәлішімізді 40-45 минут пісіріп аламыз. Тәтті бәлішіміз пісті. Бөлме температурасында толықтай суытып алдым. Осылай әдемі етіп шоколадпен әсемдедім, бірақ ол міндетті емес. Қаласаңыз, қант ұнтағымен де әсемдесеңіз болады. Өте жұмсақ, нәзік, үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.